Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен морковка корейский салатын дайындаймыз. Ол үшін сәбіздің қып-қызыл түрін таңдап алыңыздар және ұзын әрі қатты семіз болмауы керек. Сол кезде салатымыз дәмді және сочный болып шығады. Ал егер өзегі үлкен болса, сәбізіңіз, салатыңыз онша дәм болмай қалады. Осылай жуып тазалап алғаннан кейін барлығын осындай ұзын терканың көмегімен өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін менде бұл жерде 1 килодан асады. Мен барлығын көз мөлшермен қостым. Қалған сәбізді холодильникке салып тамаққа қолдануға алып қоямын. 1 чайный ложка тұз салдым. 1 шай қасық қант салдым. Және осындай 1 чайный ложка көлемінде уксус салдым. Менде сәбізім қатты сочный болмағандықтан 50-30 мл су қостым. Осылай барлығын жақсылап араластырып алдым. Барлығын көз мөлшермен қосқандықтан дайын болғаннан кейін 20-30 минуттан кейін дәмін көрсеңіздер болады. Егер қатты ащы болып кетсе, тағы сәбізден қоссаңыздар болады. 1-2 тіше чеснокты осылай терканың ұсақ түрінен өткізіп алдым. Оның үстіне кристальный тұз салдым. Және кориандр қостым, және сәбіз салатына арналған приправа қостым. Егер сіздерде свежий укроп болса, укроп қосыңыздар. Және кинза қостым. Кинзаның да свежий түрі салатқа күшті дәм береді, сондықтан міндетті түрде қосуға тырысыңыздар. Үстінен қызып тұрған сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. 20-30 минут күтеміз дайын болғанын. Егер қандай да бір приправа жетпей тұрса, онда қоссаңыздар болады. Және 2-ге бөліп, бір бөлігіне ащы бұрыш қосыңыздар, ал екінші бөлігін кіші балаларыңызға берсеңіздер болады. Мен солай жасаймын. Мен бұл салатты пигудиға деп жасаған болатынмын. Дәл осылай пигудилардың ішіне салып ұсынсаңыздар болады. Пигудидің рецептісін қазір сілтеме шығады. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ас болсын!